ойынның міне алғашқы сәттері бастау алатын болады. Сондықтан да ортадағы міне Ақылбек төрешілік қылатын Төлеген аға келіңізші. Төрешінің белгісі берілген шақ. Кеше шеңбердегі жатқан серкеге еңкейген шабандоздар. Төлеген аға. Қай шабандоз жерден іліп алар екен? Жетісулық ойыншылар жердегі серкені ұстаған болатын. Bir минуттан артық жерден серке көтерілмесе ортада ойын жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Мені 10-ші нөмірдегі Боранов Жалғас шабандоз және де Каденов Қуаныш шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Өткен айдағы мені фестиваль ойындарында ең үздік сайгүлік атанған Ақжалатты сайгүлікпенен Жалғас шабандоздың еңкейіп атқанын көріп атсыздар. Бұл Жалғас шабандоздың ең бір керемет өзінің ұстанған айла тәсілінің бірі. Бұл солақай еңкейіп, сол жағына басудың шебері екен, құрметті көрермендер. Біз қаншама ойындарын көрдік бұл шабандоздың. Солақай жерден еңкейіп көтеріп алып, міне оң жағынан аттың бауырынан асырып, өз қолыменен олаңқайланып алып, міне тақымына басқан Жалғас шабандозды көріп отырмыз. Енді бұл шабандоз мәреге қарай шабуылға шықты, өз мәресіне шауып барып, апарып салым салуына бар мүмкіндігін пайдаланып жатқан Жалғас. Бұл жолы мені салым есепке алынды. Салым. Астаналық ойыншы есепті ашқанын көрдіңіздер. 6-ші нөмірдегі ойыншы Кәрібаев Алмас шабандозға жаңа ғана міне Жалғас шабандоз ауысып жіберген болатын. Ойынның 3-ші минутында есепті ашқан астаналық ойыншы Кәрібаев Алмас шабандоз. Есеп 1-0. Астана қаласы құрама командасының пайдасында екенін көріп отырсыздар. Кіші шеңбердегі серкені Мадияр шабандозы көтеріп жатыр міне. Астана қаласының ойыншысы Сағымбек Мадияр шабандоздың тақымында серке. Бұл Мадияр шабандоз тақымына басып алып серкені шабуылға қарай арыда шауып, берді шауып, атой салып, міне атыраулатып жүргенін көрдіңіздер. Бірақ дегенменде Жетісулық ойыншылар Мадияр шабандоздың апарып салым салуына мүмкіндік бермей, тұс-тұстан келіп, міне қапталынан келіп, аттың бауырымен қағып, сауырдан аттың омыраулатып алып атқанын көріп атсыздар. Бірақ дегенменде әлі де серке Мадияр шабандоздың тақымында. Бұл Мадияр айласын асырып мәреге жете алар екен. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада ойын жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Ортада жекпе-жек Боранов Жалғас шабандоз бенен Бейсен Қуаныш шабандоздың арасындағы жекпе-жек.
Боранып жалғас шабандоздың бұл міне жаңа айтып өткенбіз өзінің бір арнайы бір тәсілі, солақай еңкейіп алып аттың бауырынан өткізіп барып міне олаңқай басатын шабандоздың бірі Бейсен Қуаныш шабандоз міне жерден серкені көтеріп алған болатын. Бірақ дегенмен де солақайланып алып басып тақымына өз командаласы Бейсенбаев Нұрлан шабандозға ауысып жіберді серкені. Бұл енді Нұрлан шабандоз астаналық ойыншыларды қараңыздаршы, міне екі жағынан келіп қорғанысты күшейтіп Нұрлан шабандоздың мәреге баруына мүмкіндік бермей, екі жағынан тартып үшінші сауырдан салып отыра серкені ойын алаң сыртына шығарып жіберді. Ортада ойын қайталап жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Ойынның 6-шы минут өтуде, міне құрметті көрермендер, 6 минуттың ішінде 1-0 болып міне Астана қаласы құрама командасының пайдасына шешілгенді көрдіңіздер. Боранып жалғас шабандоз мені қайталап шыққанды көрдіңіздер. Жекпе-жекке және де Бейсен Қуаныш шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Бұл жаңа айтып өткеніміздей жалғас шабандоз мені солақайланып алып көтеріп өзінің тақымына басып алуға тиіс. Көрдіңіздер мені ақ жалатты сайгүлікпенен тақымына басып алып асықпай ғана шабуылға шыққанды көріп отырсыздар. Өз командаласына мені серкені ауысып жіберді. 4-ші нөмірдегі Шалғынбаев Рамазан шабандозға серкені ауысқан болатын. Бірақ дегенмен бұл Рамазан шабандоздың тақымынан жетісулық ойыншылар жерден серкені алып алуға бар мүмкіндігін жасаған еді. Бірақ дегенмен серке жерге түсіп қалды. Ойын алаң ішінде әлі де ойын жалғасын табады. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада ойын жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Ортада қайталап сол мені Боранып жалғас шабандозбенен Каденов Қуаныш шабандоздың арасындағы жекпе-жек болған болатын. Жалғас шабандоз мені қайталап жекпе-жектен көтеріп алып тақымына басып өзінің командаластарына ауысуға ыңғай білдіріп тұрғанын көрдіңіздер. Бірақ ол ыңғайдыға келтіргізбей жетісулық ойыншылар жан-жағынан тұс-тұстан мені қаумалап, қақпайлап мені жалғасты ойын алаң сыртына шығарып жіберуге барын салуда. Айтып ауыз жинап болғанша мені серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада ойын қайталап жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Ортада жекпе-жек Бейсен Қуаныш пен сол жаңағы
Жалғас шабандоздың арасындағы жекпе-жек қайталап Жалғас шабандоз тағы Серкен жерден іліп көтеріп алды тақымына. Серке ойын алаң сыртына қайталап шықты. Боранып Жалғас шабандоз мені қайталап көтеріп Серкені тақымыны солақайланып алып басып шеңберден шықты. Шеңберден шыққан жағдайда мені командаластары көмекке келуге тиіс. Көмекке келмейтін болса қарсылас команданың ойыншылары тартып алады Серкені. Мені айтып алу жинап болғанша жетісулық ойыншылар Жалғастың тақымындағы Серкені тартып алып тақымға басып мені мәресілеріне қарай беттеп шықты. Ататтың ішін аралатып тобырдан торатпенен топтан өзіп өз мәресіне қарай шабуылға шығып жатқан Молдабеков Ерқанат шабандоз болған болатын. Серке ойын алаң ішіне түсті. Астаналық ойыншылар жерден іліп жатыр Серкен, бірақ Серке әлі де жерде. Кәрібаев Алмас шабандоздың тақымында Серке қасқатпенен қасқайып отырып басып, өз мәресіне қарай барған Алмас бұл жолы өз мүмкіндігін мүлт жіберер мекен, я болмаса мүмкіндікті пайдаланып қала алар мекен. Салым ойынның 14 минутында есепті еселей түскен, жаңағы сол салымды салған Кәрібаев Алмас шабандоз. Есеп 2-0 Астана қаласы құрама командасының пайдасында. Ойынның 14 минуты өтуде, есеп 2-0 Астана қаласы құрама командасының пайдасында. Сол екі салымды да салып отқан Кәрібаев Алмас шабандоз. 1 минуттан артық жерден Серке көтерілмейтін болса, ортада ойын жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Боранов Жалғас шабандозбенен
Каденов Қуаныш Шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Бұл міне Ақжал атты сайгүлікті біз жаңа өздеріңізге айтып өткенбіз. Өткен айдағы фестивальдер ойынның ең үздік сайгүлік атанған жылғы. Одан кейін күні кеше ғана жекпе-жек аттарының сайысының жеңімпазы атанған осы Ақжал атты сайгүлік, құрметті көрермендер. Астана қаласының жекпе-жектегі қазіргі таңда номер 1 болып тұрған арғымақтарының бірден бір бірегейі осы Ақжал атты сайгүлік екендігін айта аламыз. Себебі өткен айдағы фестивальдер ойында ең үздік сайгүлік номинациясымен марапатталған болса, енді күні кеше жекпе-жектер арасындағы аттардың жекпе-жек сайысының арасындағы ең бірінші орынды иеленген Ақжал атты сайгүлік. Ол сайгүлікті тізгіндейтін Боранов Жалғас дейді міне азамат. Бұл міне Боранов Жалғастың өзінің бір жеке стилі бар екен. Бұл міне солақайланы дейін кейіп, сол жағынан басып алатығын өз әдісі бар екен, құрметті көрермендер. Енді 2 минуттан артық жерден серке көтерілмейтін болса, қос командадан ойыншылар ауысады. 12-ші нөмірдегі Өркен Елдос Шабандоз Астана қаласынан және 1-ші нөмірдегі Жақсылықов Руслан Жетісу өңірінің шабандоздары мұны ортаға шыққанын көрдіңіздер. Екі минуттан артық жерден серке көтерілмесе қайталап 2 ойыншы ауысады. Сол қайталап міне Бейсен Қуаныш Шабандозбенен Боранбаев Жалғас Шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Ақжал атты сайгүліктің мұны солақай тұрып, үстіндегі шабандоздың серкені іліп алуына үлкен мүмкіндікті жасап отқан сайгүлікті көрдіңіздер.